Күн жүйесінің кең аумағында, жер бетіндегі планеталардан әлдеқайда алыста, ғасырлар бойы адамзатты таң қалдырған аспан ғажайыбы жатыр Сатурн. Күннен 6-шы планета болып табылатын бұл газ гиганты, керемет сұлулық пен ғылыми қызығушылықтың көрінісі. Оның мұз бен тастан тұратын аспан балеті, тәрізді сақиналары, оған күн жүйесінің асыл тасы деген лақап ат берді. Сатурн ежелгі заманнан бері бақыланып келеді. Оның нәзік жарқырауы көзге көрінеді. Ежелгі гректер оны уақыт пен ауыл шаруашылығы құдайы Кронос деп атаған, ал римдіктер оны өздерінің құдайы Сатурнмен байланыстырған. Мыңжылдықтар бойы бұл аспан кезбесі мифтерге, аңыздарға және терең таңданыс сезіміне шабыт берді. 19 ғасырда телескоптың ойлап табылуы Сатурн туралы түсінігімізді түбегейлі өзгертті. Оны осы жаңа құрал арқылы алғаш бақылаған Галилео Галилей, оның ерекше келбетіне таң қалды. Бастапқыда ол сақиналарды планетаның екі жағындағы екі үлкен серік деп қателесті. Бірнеше 10 жылдықтардан кейін ғана жетілдірілген телескоптармен Сатурн сақиналарының шынайы табиғаты ашылды. Сатурн күн жүйесінің сыртқы аймағында, ішкі тасты планеталарды сыртқы газ гиганттарынан бөлетін астероид белдеуінің арғы жағында орналасқан. Ол Юпитерден кейін күн жүйесіндегі екінші үлкен планета және жерді көлемі мен массасы бойынша басып озады. Оның үлкен масштабын түсіну үшін Сатурнның диаметрі, жердің диаметрінен 9 есе дерлік үлкен, және оның көлеміне 760-тан астам жер сыйып кетеді. Үлкен мөлшеріне қарамастан, Сатурн күн жүйесіндегі ең тығыздығы төмен планета. Шын мәнінде, оның тығыздығы судың тығыздығынан төмен, яғни егер жеткілікті үлкен ванна табылса, Сатурн қалқып жүрер еді. Бұл төмен тығыздық негізінен ғаламдағы ең жеңіл элементтер, сутегі мен гелийден тұратын газ гиганттарына тән қасиет. Сатурнның күнді айналу орбитасы өте баяу, бір айналымды аяқтау үшін шамамен 29,5 жыл кетеді. Бұл Сатурндағы бір жыл жердегі 30 жылға тең дегенді білдіреді. Күннен орташа қашықтығы шамамен 886 миллион миль. Бұл оны күн жүйесінің суық және алыс аймақтарына орналастырады. Сатурн күн жүйесінің шынайы алыбы. Оның үлкен көлемін жердегі көзқарас тұрғысынан түсіну қиын. Диаметрі шамамен 72 мың миль болатын, ол тек Юпитерден ғана кіші екінші үлкен планета. Оның көлемін түсіну үшін, егер Сатурн қуыс болса, оның кең көлеміне 760-тан астам жер сыйып кетеді. Сатурнның массасы да таң қалдырарлық, ол 568 нониллион килограммды, немесе жер массасынан шамамен 95 есе ауыр. Бұл үлкен масса Сатурнға күшті гравитациялық тартылыс береді, оның көптеген серіктерінің орбиталарына әсер етеді, және күрделі сақина жүйесінің құрылымын қалыптастырады. Үлкен мөлшері мен салмағына қарамастан, Сатурн көлеміне қарағанда өте жеңіл. Оның орташа тығыздығы судың тығыздығынан төмен, яғни егер жеткілікті үлкен ванна табылса, Сатурн шын мәнінде қалқып жүрер еді. Бұл төмен тығыздық, ол басқа газ гиганттарымен, Юпитер, Уран және Нептунмен бөлісетін қасиет. Мүмкін Сатурнның ең танымал ерекшелігі, оның сансыз мұз бен тас бөлшектерінің аспан балеті болып табылатын керемет сақина жүйесі. Жүздеген мың мильге созылатын бұл сақиналар, көздің жауын алатын сұлулықтың көрінісі, және ғасырлар бойы астрономдарды таң қалдырды. Сатурнның сақиналары тұтас құрылымдар емес, керісінше, кішкентай шаң түйіршіктерінен бастап, үйлерден үлкен мұз кесектеріне дейін мөлшері әртүрлі миллиардтаған жеке бөлшектерден тұрады. Бұл бөлшектер Сатурнның күшті гравитациясымен жойылған кометалардың, астероидтардың, немесе бөлшектелген серіктердің қалдықтары деп саналады. Сақиналар өте жұқа, кейбір жерлерде қалыңдығы 30 футқа ғана жетеді. Үлкен еніне қарамастан, егер сіз Сатурн сақиналарындағы барлық бөлшектерді жинасаңыз, олар кішкентай серіктен үлкен емес дене түзер еді. 5-ші бөлім. Дауылдар әлемі. Сатурнның дауылды атмосферасына тереңдеу. Оның таңғажайып сақиналарының астында дауылды және динамикалық әлем жатыр. Негізінен сутегі мен гелийден тұратын Сатурнның атмосферасы, сағатына 1000 мильден асатын жылдамдыққа жететін құйынды дауылдар мен күшті желдердің қазандығы. Сатурн атмосферасының ең таңғажайып ерекшеліктерінің бірі, кейбіреулері айлар немесе тіпті жылдар бойы созылатын үлкен дауылдардың болуы.
Планетаның жолақты бұлттарына қарсы ақ сопақшалар түрінде көрінетін бұл дауылдар Сатурнның ішкі жағынан көтерілетін жылу әсерінен пайда болады деп есептеледі. Сатурнды қоршап тұрған бұлт жолақтары оның атмосферасының тағы бір көрнекті ерекшелігі болып табылады. Сатурнның экваторына параллель орналасқан бұл жолақтар әртүрлі биіктіктердегі газдардың температурасы мен құрамының айырмашылығынан пайда болады. Ашық түсті жолақтар аммиак мұз кристалдарынан тұрады деп есептеледі, ал күңгірт жолақтарда аммоний гидросульфиді мұзы болуы мүмкін. 6 бөлім. Жұмбақ серіктер. Сатурнның әртүрлі серіктерін зерттеу. Сатурн әрқайсысының өзіндік ерекшеліктері мен жұмбақтары бар үлкен және әртүрлі серіктер жиынтығының мекені. 80-нен астам расталған серігімен және расталуын күтіп тұрған көптеген серіктерімен Сатурнның ай жүйесі ғылыми зерттеулер үшін бай орын болып табылады. Сатурнның ең қызықты серіктерінің бірі күн жүйесіндегі ең үлкен серік және тығыз атмосферасы бар жалғыз серік – Титан. Титанның атмосферасы негізінен жердікі сияқты азоттан тұрады, бірақ онда сонымен қатар бұлттар түзетін және тіпті бетіне жаңбыр жауатын метан бар. Тағы бір қызықты серік бұл жер астында сұйық су мұхиты бар екені анықталған кішкентай мұзды әлем Энцелад. Энцеладтың оңтүстік поляр аймағынан су буының атқылауы байқалды. Бұл оның мұхит түбінде жерде кездесетіндерге ұқсас гидротермиялық саңылаулардың болуын болжайды. 7 бөлім. Тереңдікті ашу. Сатурнның ішкі құрылымының копияларын зерттеу. Оның құйынды бұлттары мен керемет сақиналарының астында Сатурнның пайда болуы мен эволюциясының кілттерін сақтайтын жұмбақ ішкі құрылым жатыр. Біз Сатурнның ішкі құрылымын тікелей бақылай алмасақ та, ғалымдар оның тереңдігін зерттеу және оның ішкі құрылымының модельдерін жасау үшін әртүрлі әдістерді қолданды. Төмен тығыздығы мен құрамына сүйене отырып, Сатурнның салыстырмалы түрде кішкентай тасты ядросы бар деп есептеледі. Мүмкін, жер массасынан бірнеше есе ғана. Ядроны қоршап тұрған қабат газ гиганттарының тереңінде кездесетін үлкен қысым астында болатын сутектің ерекше түрі – металл сутегі. Металл сутектің үстінде сұйық сутегі мен гелийдің үлкен қабаты орналасқан, ол біртіндеп біз жоғарыдан бақылайтын газ тәрізді атмосфераға ауысады. Бұл қабаттар арасындағы өтудің нақты табиғаты әлі толық түсінікті емес, бірақ ол күрделі және динамикалық аймақ деп саналады. 8 бөлім. Сатурнға миссиялар, алғашқы зерттеулер мен жаңалықтар. Сатурн туралы түсінігіміз сыртқы күн жүйесіне бағытталған бірқатар амбициялы ғарыштық миссиялардың арқасында түбегейлі өзгерді. Күрделі құралдармен жабдықталған бұл миссиялар планетаның копияларын бұрын-соңды болмаған дәрежеде аша отырып, деректер мен кескіндердің қазынасын жіберді. Сатурнға барған алғашқы ғарыш кемесі 1979 жылы планетаның жанынан ұшып өткен Pioneer 11 болды. Pioneer 11-дің кескіндері Сатурнның сақиналары мен атмосферасының күрделі құрылымын аша отырып, олардың алғашқы жақыннан түсірілген көріністерін ұсынды және динамикалық процестерге меңзеді. 1980 және 1981 жылдары Voyager 1 және Voyager 2 ғарыш кемелері Сатурнның оның сақиналары мен серіктерінің таңғажайып суреттерін түсіре отырып, одан да жақын ұшып өтті. Voyager миссиялары Сатурн сақина жүйесінің шынайы күрделілігін ашты, жаңа сақиналар мен саңылауларды тапты және Сатурнның көптеген серіктерінің алғашқы егжей-тегжейлі суреттерін ұсынды. 9 бөлім. Қорытынды. Сақиналы ғажайыптың тұрақты сүйкімділігі. Күн жүйесінің сақиналы асыл тасы, Сатурн өзінің нәзік сұлулығы мен ғылыми жұмбақтарымен бізді таң қалдырып шабыттандыра береді. Керемет сақиналарынан бастап дауылды атмосферасына және әртүрлі серіктеріне дейін, Сатурн шексіз таңданыс пен жаңалықтар әлемі. Сатурнды зерттеу планеталық жүйелер туралы түсінігімізге және тіршіліктің пайда болуына әкелетін жағдайларға қарсы шыға отырып, таңғаларлық күрделілік пен динамизмді ашты. Әсіресе, Энцеладтағы жер асты мұхитының ашылуы жерден тыс тіршілік болуы мүмкін деген болжамдарды тудырды. Ғарышты зерттеуді жалғастыра отырып, Сатурн сөзсіз ғылыми зерттеулердің басты нысаны болып қала береді. Одан да озық технологиямен жабдықталған болашақ миссиялар Сатурнның құпияларының одан да көбін ашуға
күн жүйесінің шығу тегіне және ғаламның басқа жерлерінде тіршілік болу мүмкіндіктеріне жарық түсіруге уәде берді.